қайырлы күн осындағы асқар таудай аналар, жеңгелер, қыздар, ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі керемет кешке, керемет тойға, бастысы мерей тойға, күздің керемет күнде болып жатқан осы қуанышқа арнайы ат басып бұрып келген барша қадірлі қонақтар, алдыменен қош келдіңіздер. Бір көңілді бастайық. Дуғыл шапалақпенен. Мархабат. Бүгін менің туған күнім, ой пәлей, мына халық неге отыр тойламай деп ағаларым жырлаған. Ал біз бүгінгі тойды тойлайық. Туған күн иесіне жақсы сөздер арнайық. Себебі дүниенің жарық күн анамыз, жарық күннен қуат алған санамыз. Ұлы болса аналармен ұлымыз, дана болса аналармен данамыз. Бүгін аяулы ана, асыл жар, керемет әже, нағыз сүйікті құдағи, адал дос, бастысы. Бүкіл қазақ әйеліне тән қасиеттердің бәрін бойына жинаған біздің анамыздың мерейтойы. Олай болса, Пұсырманттар әулетіндегі сыр өңірі тумалары, Қазалы Арал, бүгінде шырайлы Шым шаһардың тұрғындары, кіші жүз әлім елінің туын биік ұстаған осы бір тойдың иелеріне той құтты болсын. Әділбек аға, Бағи әпкеміз аман болсын. Ал той иесі, мерей той иесі Бағи әпкеміз жүздің жүзін көрсін деп бір туғыл шапалақ ұрыңыздар.